мындай есеп берілген, косинус аркосинус, есептеңіз аркосинус косинус 10 деген, негізінде 10 ол градус емес бұл жерде. 10 бұл жерде радиан. Бір радиан бұрыш неге тең еді? 180 градус бөлінген пи тең ғой. 180 бөлінген пи градусқа тең. Ол жуық шамамен 57 градус. 57,3 градус болады. 57 градус дейік. Онда 10 радиан ол жуық шамамен 573 градус болады. 573 градус. Сонда біз қазір мына жерде арк косинус 10 жуық шамамен арк косинус 573 градус десек, енді бұл жерде біз қазір арк косинус пен косинус екеуі бір-біріне кері функция деп 573 градус жаза аламыз ба? Жоқ. 573 градус бізде 0 мен пидің арасында жатпайды. Бізде арк косинус қайда бір ол міндетті түрде 0 мен пидің арасында жату керек қой. Олай болса біз косинус 573 градусты бірінші ширекке немесе екінші ширектегі бұрышпен алмастыруымыз керек. 573 градусты. 573 градус. Ол үшін косинус 573 градус тең. Косинустың периоды неге тең? 360 градусқа тең, дұрыс айтасың. Косинус 573 градус алынған 360 градус десек. Тең. Қанша болады? 573-тен 360 алсан қанша болады? 213 градус. 213 градус 0 мен пидің арасында жатыр ма? 0 мен 180 градустың арасында. Жоқ, жатқан жоқ. Онда тағыдан бір рет 360 градус алып тастап қойып. Косинус 213 градус алынған 360 градус. Период болғаннан кейін ала беруге болады ғой. Аламыз. Сонда косинус қанша болады? Енді алсаң 213-тен 360-ты минус 147 градус. 147 градус бола ма? Мына екеуін қоссақ, 147 градус. Ары қарай. Енді 147 градус, егер минусын ескермейтін болсақ, 0 мен 180 градустың арасында жатқан бұрыш. Солай ма? Косинус жұп па, тақ па? Косинус жұп функция. Сондықтан косинус минус 147-нің орнына косинус 147 градус деуге болады. Сонда енді бізде егер былай беріп тұрса, арк косинус жақшаның ішінде косинус 573 градус деп тұрса, біз оны арк косинус 147 градустен алмастыра аламыз ғой. Өйткені косинус 573 пен косинус 147 тең. Соны жаңа көрсеттік. Енді осы жерде біз арк косинус пен косинус алып тастасақ 147 градус болатындығын бүйтіп жаза аламыз. Солай ма? Бірақ бізде 147 градус емес, бізде 10 радиан бұрыш берілген. 10 радиан ол жуық шамамен 573 градус. Біз жаңа не істедік? 573 градустан 360-ты бір рет алдық, сосын тағыдан бір рет алдық, яғни 2 рет алдық. Солай ма? Сосын бар таңбасын қарама қарсыға ауыстырдық. Таңбаны қарама қарсыға ауыстыру үшін не істейміз? Пидан алмаймыз. Минус 147-ні плюс 147-ге айналдыру үшін минус 147-ні не істеуіміз керек? Минус 1-ге көбейтуіміз керек. Сонда біздің қазір істегеніміз 360 градусты 2 рет алып тастадық, сосын барып минус 1-ге көбейттік. Сол кезде бізде косинус 10, ол бірінші ширекте жатпайтын бұрыш. Біз 10-нан 2 пиді, яғни 360 градусты 2 рет алып тастадық. Ол бізде 4 пиді алып тастағанмен бірдей болады, солай ма?
10 минус 4-те 2 рет 360 градус алып тастап едік, 720 градуста. Ол бізде минус сан болып кетті. Бірінші, екінші шекте жатпайтын бұрыш бұл. Сондықтан біз бірінші, екінші шекте жататын бұрышқа айналдыру үшін мынау нені, минус 147 градусқа тең шаманы мына жұлдызшамен минус 1-ге көбейттік. Косинус. Мынау 10 алынған 4-пиді минус 1-ге көбейтсең не болады? 4-пи, дұрыс айтасың, алынған 10 болады. Азайғыш пен азайтқыштың орнын ауыстырамыз, Сонда бізде косинус 10, ол косинус 4-пи алынған 10-ға тең. Сол кезде бізде 4-пи алынған 10 бұрышы 0 мен пидің арасында жататын бұрыш болды. Солай ғой. Онда арк косинус 10 тең арк косинус 4-пи минус 10 деп жазамыз. Содан кейін барып бұны 4-пи минус 10 деп жазаламыз. Косинус пен арк косинус бұл жерде бір-бірін жояды деп айта аламыз, өйткені кері функциялар. 4-пи минус 10 бізде 0 мен пидің арасында жататын бұрыш. Мен біз жуықтап алдық, негізінде бұлай бейтіп ала беруге болмайды, бірақ біз бейтіп қарасақ, жуықтағымыз 147 градус, ол 180 градустан қайда кішкентай бұрыш қой. Сондықтан бұл жерде бейтіп жуықтай беруге болады. Басқа да шығару жолы бар, бірақ ең менің ойымша қысқаша жол, тиімді жол, ол осындай болады. Жауабы 4-пи минус 10. Бар ма ондай жауап? Қайсы? Д? Артында тексерме, дұрыс па сондай?